Бүгінгі кейіпкеріміз біздің ауыл шаруашылығымызда тың бағыт саналатын кәсіп ашқан адам. Оның шаруашылығының өзге ұқсас шаруашылықтардан басты ерекшелігі биологиялық қауіпсіздігінде. Сондықтан олар мұнда келген әрбір адам өз киімін кіреберісте қалдырып, жуынып, арнайы киім киіп шығады. Біз бүгін Ордабасы Құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне келдік. Ал оның басшысы Мұрат Құлмырзалы біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл табыс сыры. Біз ат басын тіреген кәсіпорын Күркетауық құс кешені. Әдеттегідей құс фабрикасы аталмауының өзіндік себебі бар. Өйткені мұнда балапан шығару, құс өсіру, оны сою және Күркетауық етін өңдеу бөлімдері үлкен өндірістік желіні құрап тұр. Өндірістік дейтін себебіміз үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылған кешен жұмыртқадан бастап дастарханыңызға дайын өнім болып келгенге дейінгі барлық технологиялық үдерісті меңгеріп отыр. Тағаев Мұрат Құлмырзалы 1955 жылы 9 маусымда Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданында дүниеге келген. Мамандығы зооинженер, отбасылы, 5 баланың әкесі. Ордабасы Құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы. Кейіпкеріміздің ауыл шаруашылығының ішінде осы құс саласында жұмыс істеп келе жатқанына 37 жыл болған. Еңбек жолын Ақтау қаласындағы құс шаруашылығынан бастап, оңтүстік өңіріндегі түрлі құс фабрикалары мен бройлер кәсіпорындарында қызмет істеген. Ал құс саласындағы Күркетауық шаруашылығына бетбұрыс жасауды уақыттың өзі талап еткен. Тәуелсіздіктің арқасында алыс жақын шет елдерге шығып тәжірибе жинақтауға мүмкіндік туды. Соның арқасында осы сол бройлер құс фабрикасында жүріп, бірінші басшылықта осы үлкен алыс жақын шет елдердегі үлкен семинарлар, жаңа тәжірибе алмасу бағыттарына бара отырып, осы Күркетауық өндірісіменен айналысуға бел будық. Үлкен тәуекелге бел байлаған адамда ішкі тәртіп болуы тиіс. Джордж Сорос. Әлбетте, алғашында барлығы шағыннан басталды. Себебі кәсіпорынды ашуға бел буған кәсіпкер мен серіктестері жобаны тек өз инвестициясына ғана жоспарлаған. Біз бұнда үлкен саламыз деген жоқпыз. Біз сол біраз жігіт бірігіп, өзімізше жаңағы жарғылық капитал жасап, жаңағы осы. Сол жарғылық капиталдың аясында ғана біз бір-екі алдымен жаңағы балапан аштыратын жаңа бөлім жасап, соған лайықты ғана өзімізді кішігірім бастап. Содан кейін жаңағы балапанды әкеліп, оны аштырып, халықпанан кооперация жасасақ па деген, или бір ғана құсқана ұстап, бір 400-500 тонна ет шығарама, 200 тонна көреміз деген жалпы жоспар солай болғанбыз. Бітерістің басына жақсы келер қасына демекші игі бастаманы қолға алған кәсіпкердің жолы болып, шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында конкурстық жобаға құжат қабылдана бастайды. Бұл 2008 жылдар еді. Әрине бұл жерде тағы да атап өту керек. Елбасымыздың үлкен көрегендігі, өздеріңіз білесіздер, сол дағдарысқа қарсы тұру үшін үлкен жобалар дүниеге келді. Соның бірі мынау ұлттық қордан ауыл шаруашылығына $1 миллиард қаржы бөліп, жеңілдікпенен сөйтіп жаңа өндірістерді ашу. Сол бағдарламаның аясында осы Қазагро ұлттық басқарушы холдингі арқылы, Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы осындай несиелік жол ашылды. Кейіпкеріміз жаңа ашылып жатқан конкурстық жобаға қатысуға шешім қабылдайды. Құжаттар мен жоба жоспарын талқылаудың өзі 6 айға созылып, бекітілгеннен кейін кешен құрылысын жүргізу мәселесі туындайды. Бізде енді бұл жерде өзіміздің азаматтарды ұйымдастырып, мына сол құрылысқа енді осы компанияның өзі құрылысқа салуға өзі бас мердігер болып, жаңағы лицензия алуға тура келді. Сөйтіп, жаңағы осы алудың азаматтарын құрап, біз жаңағы неменен жердің жұмыстарыменен жаңағы фундамент құятын болсақ, тек қана біздің міндетіміз. Қалған түгел бәрін под ключ уже жаңағы Қазагро қаржының несиесіне берілетін болып шешілгеннен кейін бізге болмайды.
Құрылыс жұмыстарының алғашқы сатысын өздері жүргізу бұл кәсіпкердің бизнес жолының басы ғана еді. Келесі мәселе израильдік технологияға лайықты қондырғылар мен құрал жабдықтарды таңдау болатын. Айтпақшы, күрке тауық шаруашылығы мен оның етін терең өңдеу технологиясы бірнеше елде озық дамыған. Ол Америка Құрама Штаттары, Канада және Израиль мемлекеттері. Біздің кейіпкеріміз израильдік технологияны таңдаған. Біз осы құрал жабдықтарды таңдағанда үлкен біз тағы да талап қойдық. Соның аясында болар, біз ең үлкен бүгінгі осы күрке тауық өндіріс құс саласының ішінде, құс саласына шығаратын осы құрал жабдықтар заманауи. Соның ішінде күрке тауық өндірісіне шығаратын заманауи күрке тауық жаңағы құрал саймандарды шығаратын брендовый деп айтамыз ғой енді. Сондай жаңағы зауыттар таңдап. Жауапкершілікпен атқарылған сапардың нәтижесінде кәсіпорын құсханалар үшін ең үздік америкалық құрал жабдық, құс сою және ет өңдеу бөліміне даниялық және германиялық ең озық қондырғыларын таңдады. Ал өндірістің алғашқы кезеңі үшін ең озық бельгиялық Питерсайм зауытынан инкубатор қондырғылары сатып алынады. Кез келген құс шаруашылығы жұмыртқадан басады. Мына балапан шығару бөлімінде 2 инкубациялық зал және 2 балапан шығару залы бар. Мұндағы дәлізде температура 22 градусты құраса, ылғалдылығы 55% болуы тиіс. Ал инкубациялық залдарда микроклимат тіптен басқа. Оны осы бөлімнің басшысынан сұрап көрейік. Айна Шарманқызы, қайырлы күн. Менің сұрағым келіп тұрғаны, мына инкубациялық шкафтарда микроклимат қалай сақталады? Температурасы қалай, ылғалдылығы қалай және неше күнде балапан шығарылады? Шкафтың ішінде 27 күн 12 сағат балапан шығады. Температурасы бізде Фаренгейт бойынша есептеледі. Фаренгейт бойынша 102 сақталады, кейін 99-да бірге түседі. Жайлап. Ал ылғалдылығы ол да процентпен есептеледі. 99-да 5 алдыңғысы, кейіннен 88-де 2 болып түседі. Және көмір қышқыл газы болады ішінде, ол өзінің программасына байланысты, ол да өзгеріп отырады. Бүгінде балапан шығару бөлімінде 5 инкубатор және 4 балапан шығару қондырғысы бар. Кәсіпорын айына 141 мың жұмыртқадан балапан шығарады. Ал балапандардың алғашқы легін құсханаларға жіберген күн кейіпкеріміздің әлесінде. Бұл 2010 жылдың 21 желтоқсаны болады. Сол кезде алғашқы 70 мың күрке тауық балапандарын мынау инкубатордан шығарып отырып, бордақылауға жіберіп, елбасының тікелей көпір арқылы рұқсатыменен бастадық жұмысты. Құсханалардың өзі шаруашылықта 2-ге бөлінеді. Алғашқысы әрине жас балапандарды өсіру құсханалары. Мұнда олар 40 күнге дейін өсіріліп, екінші құсханаға жіберіледі. Әлбетте, құстың жасына байланысты мұнда құрама жемнің 6 түрі беріледі. Құрама жем бөлімінде де адами фактор барынша шектелген. Жем дайындайтын қондырғы толық автоматтандырылған. Құрама жемнің құсханаларға жеткізілуінде де қауіпсіздік шарасы қатаң сақталады. Жем тиеген автокөліктер аула сыртында тұрып вакуумдық қондырғылармен қоймаға жем береді. Әрбір құсханаға тиесілі 20 тонна жем қоймасы бар. Құс өсіру бөлімінде 10 құсхана болатын болса, оның әрқайсында 11 мың бас құс өсіріледі. Оның жартысы мекен, жартысы қораз әрине. Әрбір құсхана күніне 5-6 тонна құрама жем және 8-10 тонна су пайдаланады. Мұндағы температура, ылғалдылық және жылу автоматты түрде бақыланып отырады. Мекендер 105 күнде, ал қораз 140 күн өсірілген соң құс сою цехына жіберіледі. Мына жер, мына бөлім енді жалпы етті құсты тіріде әкеліп, сойып, оның шек қарының бәрін мына жақта өңдей отырып, енді салқындатқыш арқылы жуып, шайып, енді мына жерге келіп, енді таза етін өңдеу бөлімі деуге болады. Бөлшектеу, жіліктеу деп айтсақ та болады.
негізгі жерде 55 адам азамат жұмыс істейді. Осы 4 столда бұлардың негізгі тапсырмасы мынау жүйе арқылы өтіп отқан құстың әр столдың өзінің тиесілі жұмысы бар. Басталғаннан бастап біреуі қанатын алса, біреуі сан етін алады, біреуі төс етін алады. Сонымен келіп, мына жерге келгенде ең соңғы мойын еттері алынады. Жіліктеу бөлімінен шыққан ет салқындатылған күйінде терең өңдеу бөліміне, мұздатылған күйі сауда нүктелеріне жіберіледі. Ол енді тапсырысқа байланысты. Ал жіліктелген еттің бөліктерін қорапқа салудың өзі жауапты жұмыс. Оны өз көзімізбен көрдік. Құс сою цехында күніне 40 тонна аталық ет өңдеуден өтеді. Мына жіліктеу бөлімінде ет мынандай қатты қораптарға бөлек, вакуумдық қаптамаларға бөлек салынады. Әрбір қаптамаға, әрбір қорапқа өзінің зат белгісі жабыстырылуы тиіс. Ал зат белгінің штрих-кодында есесіне оның бұл өнім туралы барлық ақпарат бар. Мен жинаған қораптың салмағы 15 келіден кем болмауы тиіс. Оны осы желінің соңында орналасқан таразыға өлшеп білеміз. Шығарылатын өнім мұнымен шектелмейді. Сыйымдылығы 10 тонна болатын тоңазғыштарда сақталатын ет тапсырысқа сай терең өңдеу бөліміне жіберіліп отырады. Онда қақталған ет, пісірілген немесе қақталған шұжықтың түр-түрі өндіріледі. Ең бастысы, кәсіпорын технологтары өзіндік технологиямен дайындалатын өнім жасап шығарған. Күркетауықтың өзінің ерекшелігі осындай мынау терең өңдеу түрлі өнімдерге шығаруға еттің бейімділігі деп айтуымызға болады. Енді қызыл еттің бейімділігін біз өзімізше осы жерде біздің мамандар көрдік, алдыменен сараптамаға салып қолменен оған жылқы, өзіміздің жылқының майыменен жылқының жаңағы шегіне жаңағы қазының, өзіміздің таза қазыны жасау технологиясымен қолменен жасап көріп, бұл жаңағы еттің бейімділігі сол жылқының қазысыменен дәмі бірдей болып шықты. Біз енді оны үлкен көлемде шығару үшін әрине мынау үлкен немістің дейді ғой, озық технологиясын, машинасын пайдаланып отырдым, оны осы мынау машина арқылы қаптамаға салатын дәрежеге жетті. Кәсіпорын іске қосылғаннан 2 жылдан кейін өзінің жобалық қуаттылығына шығып, жылына 4800 тонна ет өндіре бастайды. Ал 2014 жылы екінші жобалық кезеңіне шығып, қосымша 3200 тонна ет өнімдерін шығара бастайды. Жоспарлы түрде дамып келе жатқан компания дағдарысқа қарамастан қуаттылығы 6000 тонна болатын 3-ші жобалық кезеңді бастама ойы бар. Оның барлығы әрине елдегі жасалып жатқан реформалардың арқасы дейді кәсіпкер. Енді бүгінгі күні өндіріске қарап отырсақ, тағы да сұраныс. Әрине бұл жерде тағы да мен айтып өтуім керек. Елбасымыздың тапсырмасымен үкіметпенен мына ұлттық банктың 2015 жылғы 20 тамыздағы үлкен шешімі, оны білесіздер, мынау теңгенің бағамын еркіндікке жіберу. ақш доллары. Осының да бізге үлкен пайдасы тиді. Соның үлкен жаңағы 20 тамыздағы шешімменен бізге әрине ары қарай мынау Ресей рубльмен теңгенің бағамы бұрынғыдай орнына келе бастағаннан кейін біздің бүгінгі күні тағы да жағдайымыз күннен-күнге түзеліп келе жатыр. Және де сұраныс әсіресе Ресей мемлекетінен көбейіп жатыр. Ішкі нарықта да күннен көбейе бастады. Осы мақсатта кәсіпорын жылына өндірілетін 10 000 тоннаға жуық еттің 10%-ын шұжық өндірісіне жіберіп келсе, сұраныстың артуына байланысты енді оны 20%-ға жеткізбек. Кәсіпорын алдындағы мақсат мұнымен шектелмейді. Біз енді мынау өндірістің көлемін үлкейтеміз деп отырмыз. Және де енді аналық басты жасақтаймыз. Жұмыртқаны да осы жерде өндіріп, жаңа балапан шығаратын генетикалық ұстарды осы жерде бастаймыз деп таза. Соның асылдандыру мәселесін көздеп. Осы мақсатта кәсіпорын маманы Канададағы аналық құстан жұмыртқа алу үдерісін бақылап қайтқан. Егер аналық құсты асырап, жұмыртқаны кәсіпорынның өзі өндіретін болса, толық үдеріс желісі қамтылатын болады. Әрине жаңа үдеріс кезеңін іске қосу үшін израильдік мамандардың көмегі қажет. Себебі бастан аяқ бір технологиялық желіні қамту маңызды. Израильдік компания басшыларымен қатар өндіріс орнына Израильдің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі сапарлап келді.
Я думаю, что для любой страны важно... Менің ойымша кез келген ел үшін тамақ өндірісі маңызды. Ал Қазақстан секілді үлкен ел үшін де бұл солай. Осы салада Қазақстан мен Израиль арасында серіктестік қарым-қатынастың орнағаны мені қуантады. Бұл кәсіпорын ауыл шаруашылығындағы Израиль мен Қазақстан арасындағы серіктестіктің мақтанарлық үлгісі. Для партнерства между Израилем и Казахстаном вообще в области сельского хозяйства. Шешілетін мәселе әлі де аз емес. Солардың алғашқысы маман мәселесі. Бұл өндіріс жоспарлағанда қандай маңызды болса, бүгінде де сондай маңызды. Әрине білікті мамандар болды. Оның бәрінің жаңағы мен сияқты мынау бройлер құс саласында, жұмыртқалайтын құстың саласында бар болды мамандар. Күркетеуік саласында мамандар жеткіліксіз. Сондықтан ойланып отырып, біз жаңағы өзіміз шешімге келдік. Жастардан бастайық, тәуекел деп, жаңағы колледж бітірген, осы мамандықтар бойынша ветеринарлық, жаңағы зоотехникалық университет бітірген, дипломы бар жастарды осы өңірдің аудан көлемінде, облыс көлемінде, ауыл көлемінде жастарды іздеп, соларды жұмысқа тартты. Мамандық адамды емес, адам мамандықты таңдайды. Сократ. Құс шаруашылығы өзге мал шаруашылығына қарағанда анағұрлым бейнетті болғанына қарамастан, кейіпкеріміз өз мамандығын жақсы көреді. Қайда жүрсем де бір бүйірімде өндіріс туралы ой жүреді дейді ол. Оның өз ісіне адалдығы қиын қыстау кезеңде тығырықтан жол тауып, кәсіпті жүргізіп отыруына үлкен септігін тигізген. Тіпті өңірдің белгілі кәсіпкер ретінде елбасымен кездесу мәртебесіне дейін жеткізгенін ол үнемі айтып отырады. Осыдан енді 15 жыл бұрынғы оқиға деп айтам. 2000 жылы мен мынау қоғамдық қабылдауда 2000 жылдың 27 шілдесінде сол кісінің елбасының жеке қабылдауында болдым. Осылай отырып, ол кісінің маған айтқан сөзі бар. Мұрат, осы ауылдың жағдайы қалай? деген. Мына фамилияны атамай, Мұрат деп сөйлегеннің өзі. Енді не деп айту керек? 15 жыл бұрынғы жағдайды. Әрине, Нұрсұлтан Әбішұлы ауылдың жағдайын қалай деп айтсам болады деген жауабым менің бар. Оны әрдайым айтып отырамын. Өзіне де кездескен. Сол кезде бүгінгі күні ауылдың жағдайы қалай деп отыр. Бұрынғы кеңес одағын аңсап үкімет асырайды деген азаматтардың әрине жағдайы қиын. Ал енді бүгінгі мынау тәуелсіздіктің таң атып, қыбырлап, жаңағы айтып, еңбек етіп атқан азаматтардың миллионер болмаса да ауылда үйінде бала шағасының тамағы бар, киімі бүтін. Дәл осылай деп айтты. Сонда ол кісінің маған айтқан, Мұрат, әлі олар да түсінеді, олардың бәрі ертең жұмыс істейтін болады. Енді содан кейінгі 15 жылда мен енді көз жүгіртемін ғой. Сол кездегі осы білетін қала көлемі бар, аудан көлемі бар, ауылдың көлемдерін салыстырсам, сол кездерде кәсібін бастамаған жігіттердің даже бүгінгі күн бізден де озып кеткені бар. 15 жылдың өзінде. Адам баласын заман өсіреді. Абай Құнанбайұлы. 37-ші қара сөз. 37 жыл құс шаруашылығында жүріп, оның бар кеміс кетігін көріп, жаңа озық технологияға жүгінген кешенді жүргізіп отырған кәсіпкердің өз түйгені бар. Табыстың сыры тек қана аянбай еңбек еткенде деп ойлаймын. Себебі өнекейін жаңа өзіңнің таңдаған мамандығыңның жаңағы аяғына дейін жеткізу. Ал енді бүгін мына жерде мынандай табыс тұр екен деп, мынаны тастай салып, мына мамандықты ашып кету, мына кәсіпте. Или болмаса, мына жерде мына кәсіпте пәленбай 100% кіріс бар екен, пайда бар екен деп, ол кәсіпке кетіп қалу, меніңше, одан көрі жаңағы бір жалпы білім алдыңыз, ата-анаңыз тәрбиеледі, өзіңіз таңдап алған білімнің, соның ары қарай сол алған біліміңіздің барлық шыңына жету деп ойлаймын. Ал сол жолда ол құс өсіруші болсын, ол басқа да мамандықтар болсын.
Барлығының несінде, келешегінде үлкен жетістіктер бар. Барлық мамандықта бар. Жылына 10 мың тоннадан астам ет өңдеу қуаттылығына жеткен кәсіпорын бүгінде отандық нарыққа 7-8-ден астам өнімнің түрін шығарады. Мұның барлығы әрине еңбектің арқасы дейді біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Сіздердің көргендеріңіз табыстары. Келесі кездескенше.